Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бір жұмыртқадан жасалу жолы өте оңай, дәмі ерекше печенье жасап үйренетін боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, үстіне бір кесе шекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Шанышқымен немесе венчикпен араластыруға болады. Үстіне өсімдік майымызды құямыз. Бір пачка разрыхитель салып, ұнымызды електен өткізіп салып, жақсылап араластырып, жұмсақ масса илейміз. Дайын болған массамызды алақанымыздың көмегімен жақсылап домалатып аламыз. Дәл видеодағыдай бәрін тізіп шығамыз. Печеньелеріміздің үстін осылай әдемілікке вилкамен езіп шығамыз. Және әркім өз қалауынша кунжут немесе мак себуіне болады. Енді печеньелерімізді алдын ала 200 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Печеньелеріміз дайын. Дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Дайындалуы бар жоғы 5 минут уақыт алады. Күн сайын жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан менің YouTube каналыма тіркеліп, рецепттерімді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Ас болсын.